Саламатсыздар ма? Жоғары Аралық техникалық колледжінің әлеуметтік гуманитарлық пәндер практикасының оқытушысы Баймонкина Жанар Сапарғалиқызы. Бүгінгі сабағымыз Қазақстан тарихы, топ 111-2. Сабағымыз бастамастан бұрын өткен сабағымызды Classroom платформасы арқылы және WhatsApp желісі арқылы ит жұмысын тексереміз. Classroom платформасына ең алғашқы балдарға тапсырмаларды береміз, яғни үй тапсырмасын тексеру, жаңа сабақтың тақырыбы және оның лекциялары, бекіту сұрақтары, файлдардың ішіне слайдтарды және ссылкаларды, видеороликтарды бірге жүктейміз. Студенттерден үй тапсырмасын Classroom платформасы арқылы тексереміз. Мысалға айтып, Бексұлтан Тәпенов өзінің үй тапсырмасын видео арқылы жіберген. Үй тапсырмасын орындайтын. Тәпенов Бексұлтан. Қазақстан 2050 стратегиясы 2012 жылы желтоқсанда мемлекет басшысының ел халқына жолдауында таныстырылды. Оның басты мақсаттарының бірі жалпы ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру, Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 еліне кіру қатарлы жоспарлардың бірі болды. Бұл мақсатта қол жеткізу үшін Қазақстан 2050 стратегиясы жеті ұзақ мерзімді басымдықтарды іске асыруды қарастырды. Қабілеттіліктің қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық әлеуметтік саясаттың жаңа принциптерін, әлеуметтік кепілдіктер мен және бірнеше студенттер өздерінің үй тапсырмаларын видео нұсқа арқылы жіберетін болса, бірнеше студенттер бірнеше файл ретінде Classroom бағдарламасына жүктейді. Бірнеше студенттер өздерінің үй тапсырмасын WhatsApp желісі арқылы жүктеп жібереді. Нұрсұлтан тәуелсіз Қазақстанның астанасы. Бірінші Қазақстанның астанасы Ақмола болды. Өзгертті. Және де 1999 жылы ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша Астанаға бейбітшілік қала деген. Бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы қазақтардың тұңғыш дүниежүзілік бас қосуы, Қазақстан Орта-Азиялық кеңістікте модернизацияланған ел. Тақырыпты жазып болғаннан кейін студенттерге жұмыс істеудің бағытын жазып, бүгінгі тақырыпты әртүрлі сілтемелер арқылы жүктейміз. Мысалға айтатын болсақ, қазақтардың дүниежүзілік құрылтайын Prezi бағдарламасы арқылы дайындалған слайдты, дүниежүзілік қазақтардың құрылтайы видеоролик, файл арқылы бірнеше жұмыстарды, үй жұмысын тексеру, жаңа сабақ, бекіту сұрақтар, үй тапсырмаларын және де Blend платформасы арқылы бірнеше тапсырмаларды бекітеміз. Бірінші тақырып бойынша айтатын болсақ, қазақтардың дүниежүзілік құрылтайы. Бүгінгі тақырыбымыздың бірінші сұрағы дүниежүзілік қазақтардың құрылтайлары. Қазақтардың дүниежүзілік құрылтайы дүниежүзілік қазақтарының қауымдастығының ең жоғарғы органы болып есептеледі. Дүниежүзілік қазақтарының қауымдастығы халықаралық қоғамдық ұйым. 1992 жылы қыркүйекте өткен дүниежүзілік қазақтарының құрылтайында құрылды. Қауымдастықтың негізгі мақсаты республикадан тысқары шетелдерде жүрген қазақ диаспорасымен жан-жақты байланыс орнату, мәдени және білім беру мәселелері жөнінде жәрдемдесу. Сондай-ақ қауымдастық тарихи отанына көшіп келген оралмандарға әлеуметтік қамқорлық жасап, қайырымдылық шараларын ұйымдастыру. Тап осы мақсатпен дүниежүзілік қазақтардың құрылтайлары ең бірінші рет Алматыда өткізілді 92 жылы. Құрылтайға алыс және жақын шет мемлекеттерден, соның ішінде Түркия, Алмания, Франция, Норвегия, Монголия, Қытай, Австралия және басқа 33 елден 800 адам жиналып, үлкен жиналыс өткізілді. Осы жиналыстың ең алғашқы мақсаты дүниежүзілік қазақтарының қауымдастығын құру, оның жарғысын қабылдау, басшы органдармен сайлау мәселелері талқыланды. Нұрсұлтан Назарбаев, республикамыздың тұңғыш президенті, төралқа төрағасы болды. Қайырбек Найманов төрағаның бірінші орынбасары. Құрылтайдың таңбасының авторы суретші Бейсен Серікбай болып есептеледі. Екінші құрылтай 1902 жылы Түркістан қаласында өткізілді. Бұл құрылтайға алыс және жақын елдерден 32 мемлекеттен 400-ден астам адам жиналып, мәселелер қарастырылды. Бұл құрылтайдан тарихи отанына оралуды аңсап жүрген қандастарымыздың қатарының толығуы жайында сөз болды. Үшінші құрылтай 1905 жылы. Үшінші құрылтай
Үшінші құрылтай 2005 жылы 27-28 қыркүйекте қазақтардың Үшінші дүниежүзілік құрылтай Астана қаласында 2005 жылы 27-28 қыркүйекте болып өтті. Бұл құрылтайға 300-ден аса өкіл, сондай-ақ қазақтардың барлық облыстар мен Алматы және Астана қалаларынан 200-ден астам өкіл қатысты. Бұл құрылтайда ең алғашқы қарастырылған мәселелердің біреуі шетелдерде тұратын қазақ жет жұрты өкілдерінен Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқу үшін жағдай жасау, сондай-ақ тарихи отанына инвестициялар орналастыру мүмкіндіктері секілді мәселелер талқыланды. Бүгінгі сабағымыздың екінші сұрағы нұрлы көш Қазақстан мемлекеттік бағдарлама. Басты мақсаты ресми қасаң тілмен айтқанда этникалық көшіп келушілерді жылы шыраймен беріп айтсақ, шеттегі қандастарымызды, сондай-ақ еліміздің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін келген Қазақстанның бұрынғы азаматтарын, қолайсыз аудандарда тұратын тұрғындарды ұтымды қоныстандыру және оларды жайғасуына жәрдемдесу болып есептеледі. Бүгінгі сабағымыздың үшінші тапсырмасы қазақ елінің ұлттық идеясы мәңгілік ел. Бұл тапсырманы студенттерге Classroom платформасы арқылы жүктеп түсінуге болады. Мәңгілік ел дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясының маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Мәңгілік ел дегеніміз не? Ол туралы не білесің? Елбасымыздың біздің бір ғана отанымыз тәуелсіз Қазақстан. Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді мәңгілік ел етуді мұрат қылдық. Осы идеяны әрқайсымыз сезініп, өмірлік сабақ ретінде түйсек, осы жолда бар әлеуетімізді салсақ, 2050 жылы мұрат еткен мәңгілік елге жететінімізге сенімдімін. Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бағытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де мәңгілік ел деген сөздермен толыға түседі. Мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мыңдаған жылдан бергі асыл арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең болып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Жаңа сабақ топ студенттеріне қысқаша түсіндіріліп болғаннан кейін үй тапсырмасы мен бекіту сұрақтары беріледі. Үй тапсырмасы бірінші жұмысы ой түрткі әдісі бойынша математикалық есеп беріледі. Есепті шығару арқылы шыққан жылда қандай оқиға болғанын айтады, тұсына жазып түсіндіреді. Екінші тапсырма нұрлы көш мемлекеттік бағдарламасы және оның маңызы. Бағдарлама мақсаты нақ қойылған сұрақтарға жауап жасады. Ой қозғау, өз ойын жазу, яғни 3 сұрақ беріледі. 3 сұраққа жауабын студенттер артына өз ойымен толықтырып жазады. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, тақырыбымыздың 3 сұрағына да жауабымызды таптық деп ойлаймын. Бірінші сұрағымыз дүниежүзілік қазақтардың құрылтайының мақсаты болса құрылуының. Екінші сұрағымыз нұрлы көш бағдарламасының мақсаты, ал үшінші сұрағымыз мәңгілік ел. Яғни еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдауы. Осындай бағдарламалар арқылы, жолдаулар арқылы алдымызға мақсат қоя білсек, еліміз көркейеді және білімді ұрпағымыз болады деп ойлаймын. Болыңыздар.